Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Кеш барлықтарыңызға кеш жарық. Бүгін видео күндіз түсірілген. Мен өз даусымнан диктофон арқылы сіздерге қосып видео түсіріп жатырмын. Видео басталмастан арнаға жазылып, лайктарыңызды міндетті түрде басып кетіңіздер. Сіздерден кішігірім өтініш, менің видеома реклама шыққан жағдайда бір 5 секундтарыңызды бөліп қарап шықсаңыздар жақсы болатын еді. Өйткені не себепті екенін келесі видеода міндетті түрде айтатын боламын. Бүгінгі видеода біздің домашний тауықтар, өткенде алып келген 5 тауық, олар да туып тұр. Содан кейін мына қызыл несушка тауықтар да туып жатыр. Бүгінгі видео сол жөнінде болмақ. Бана кеше көп адамдар сұрап жатыр, енді несушканы қаншаға алдыңыз деп. Бұл тауық 500 теңгенің тауығы. OLX-те 2000-2500-нан сатып жатыр. Біреулері құнығып 3000 деп жатыр. Мен бұл тауықтарды 500 теңгеден алдым. Жалпы негізінде 10-ын алғымыз келді, бірақ енді 10-ын сатқан жоқ. 500 ғана сатты. 500 ғана алдық. Аллаға шүкір 5 тауықта жұмыртқа туып тұр. Осы видеоны іздеп көріп отырсаңыздар, қызыл жұмыртқаны байқайсыздар. Өйткені қызыл жұмыртқаны осы қызыл тауықтар туады, инкубатор несушкалар туады. Лауман браундар қызыл жұмыртқаны, үй тауықтары мен сосын адлерлер ақ жұмыртқа туады. Бұлардың жұмыртқаларын айыру өте оңай. Сосын басқа да сұрақтарыңыз болса комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта тағы да қандай видео түсірейік, қандай видео шығарайық, соның барлығын комментария жазып кетіңіздер. Просто сіздер ештеңе жазып, ештеңе айтпағаннан кейін біздерде идея да жоқ, тым да жоқ, не түсірсек болады деген ойда болмайды. Сол себепті каналдың каналды дамытуға сіздердің үлестеріңізді қосқандарыңызды қалаймын. Қазіргі видео осы. Міне осы видеода қазір тауықтардың жұмыртқа туылғаны бар, жұмыртқалар жатады. Және де манағы қызыл жұмыртқа да осы видеоның ішінде. Міне көріп отқан шығарсыздар. Жұмыртқаның барлығын біздің үйдегілер таңертеңнен кешке дейін тұрады. Сосын кешке қаратай барады, жұмыртқаның барлығын жинап алып кетеді. Міне мынау мысалы қызыл тауықтың жұмыртқасы. Енді басқа айтатындай ештеңе жоқ. Әзірге осы видео. Барлық видеоларын қарап шығыңыздар. Реклама шыққан жағдайда көріңіздер. Бір 5 секунд уақыттарыңызды бөліп.